Бексұлтан Түзелбай 3 жылдан бері армрестлингпен айналысады. Күніне кемі 4 сағатын жаттығумен өткізетін ол 50 кг салмақ дәрежесінде тартысқа түседі. Биыл жас спортшы Болгарияда өткен 46-шы әлем чемпионатында алтын медальді қанжығалап, ел мерейін үстем етті. Мен үлгі тұтатын адам Абдыгарым Ержігіт ағай мен Даниэл Стинов дейтін ағай. Олар өзінің күрескендері ұнайды, мен де сол сияқты күресем, соларды үлгі тұтам. Сабақтан келгеннен кейін көп уақытымды осы залда арнаймын. Балдармен күресем, балдарға жаттығу үйретем, әртүрлі әдіс тәсілдерді үйретем балдарға, кішкентай балдарға жаңадан келген. Спорт кешені жаттығуға қажетті барлық құралдармен жабдықталған. Қазір мұнда 350-ге тарта жас шынығып жүр. Арасында алыс жақын ауылдан келетіндер де бар. Балалардың барып келуіне ыңғайлы болу үшін арнайы көлік те бөлінген. Мұнда оларға спорттың биігін бағындырған жаттықтырушылар тәлім береді. Соның бірі осы кешеннің басшысы Нұрмұхамед Бақытжанұлы. Қазіргі таңда ертең 5-не Дубайдың Аджиман деген қаласында Кубок Азия болайын, соған 4 баламызды апарайын деп отырмыз. Осы февраль айында Кубок Мир болады. О жаққа да 8 ұл-қыздар аралас 8 спортшымыз дайындық үстінде. Ауылда спорт кешені ашылғалы көшедегі қара домалақтар уақытын құр өткізбейтін болған. Қолдары қалт етсе болды, жаттығуға асығады. Олардың қатарында 9 жасар Дарын Мамыр да бар. Ол еркін күрес үйірмесіне қатысады. Шымыр әрі жігерлі жасөспірім белдескенде алдына жан салмайтын көрінеді. Айтып атқан достарым келді, Бекасыл деген. Солармен бірге ілесіп келдім. Жаттығу қиын болмады ма саған? Жоқ. Қатты қиын емес. Мен осы уақытқа дейін 4 жасқа бардым. 4-еуінде де орнап келдім. Бірінші орын біреу, екінші орын біреу, үшінші орыннан екеу. Мұнда балалар тек спортпен ғана шұғылданып қоймайды. Тартысқа түскенде моральды мықты болу үшін психологиялық кеңестер де алады. Енді бас бапкері жас спортшылар жиі шетелге шығатын болған соң тіл үйретуді де қолға алыпты. Шетелге шыққаннан кейін жаңағыдай тіл білмесең қиын екен ғой. Сол сияқты әзір балдарымызды, сол мықты балдарымызды арнайы жаңа курс мамандарын алдырып, ағылшын тілінде қазір 2-3 айдан бері ағылшын тілін үйренуге оқытып жатырмыз. Өзіміз қаражатын төлеп, балдарға только жаңа оқуын талап етіп. Спорт үйірмесіне қатысуға ниетті жастардың қатары күннен күнге артып келеді. Оларға 2 бөлмелі ғимарат тарлық етіп жатыр. Сондықтан енді ауылдан 500 балаға лайықталған Қызылқия спорт аренасын салу жоспарланып отыр.